Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының 6-шы чемпионаты. Бүгінгі бағдарлама барысында біз сіздерге Павлодар облысы мен Маңғыстау облысының жасөспірімдер құрамалары арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Сонымен ортадағы төреші, бүгінгі ойынға төрелік ететін Қызылорда облысының төрешісі Бейбіт Салмаев, ал оның көмекшілері, яғни қапталдағы төрешілері Ақылбек Меңдіғалиев, Досан Еламанов және Зиябек Жеткеров. Міне осы 4 азамат бүгінгі ойынға әділ төрелік жасайды деген сенімдеміз. Сонымен дәл қазір біз қос құраманы сіздерге таныстыра кетейік. Әуелі Павлодар облысының құрама көкпар командасын сіздердің назарларыңызға ұсынғанда жөн көріп отырмыз. Сонымен бірінші нөмірде Айдос Құрбан, екінші нөмірде Қаныш Қазес, үшінші нөмірде Қаныш Балға, төртінші нөмірде Еділхан Бекболат, бесте Хасан Нұрғожин, алтыншы нөмірде Ерасыл Жолболды, жетінші нөмірде Жандос Нұғманов, ал сегізінші нөмірде Елнұр Сағидоллаұлы. Команданың жаттықтырушысы да жетекшісі де Әлиев Мырза екенін айта кеткеніміз жөн. Ал олардың қарсыластары Маңғыстау облысының құрама көкпар командасы. Бірінші нөмірде Жасұлан Қуанышұлы, екінші нөмірде Нұртілек Оразбаев, үшінші нөмірде Жеңісбек Етрек, төртте Ердос Бейман, бесте Батырбек Рамазанов, алтыншы нөмірде Дарынхан Әкімжан, жетінші нөмірде Ерлан Дүйсенбай, сегізде Темір Ботбай, тоғызыншы нөмірде Ақжол Әнуар, 10-шы нөмір Жанболат Исабаев, 11-шы нөмір Батырхан Нұрбердиев, 12-шы нөмірде Ертай Абдешев. Команданың жетекшісі осы Маңғыстаудың қарт Каспийдің жағасындағы жігіттердің баршасын жинап, ат алып, елдің осы өңірдегі көкпарды, ұлттық спортты дамытуға сүбелі үлес қосып жүрген азамат Қанағат Сүйбаев және команданың жаттықтырушысы Бақытжан Кенжебеков екенін айта кеткеніміз жөн. Сонымен төрешілерді таныстырдық, қос құрамды таныстырдық. Ендеше қазір төрешінің пәрменімен алғашқы ойын басталды. Әдегеннен ақ жігіттердің аттан құлаған сәтіне куә болып отырсыздар. Қадірлі телекөрермен, екі команданың түстері бірдей болып тұр. Дегенмен де дәл қазір бірінші нөмірдегі Жасұлан Қуанышұлы Маңғыстау облысының ойыншысы әдегеннен Серкен тақымға басып келді және мәренің түбінде бұл салым. Ойынның алғашқы минуты, қадірлі телекөрермен. Ысқырықтың шалынған сол-ақ ет Қуанышұлы Жасұлан Арап Қасқа дейтін астындағы сәйгілігімен алғашқы есепті ашып отыр. Міне 1999 жылы Маңғыстау облысында туған палуан. Міне алғашқы минутта осылайша есепті ашқанын көріп отырсыздар. Өздеріңізді түсінген шығарсыздар, кім Маңғыстау, кім Павлодар. Дәл осы көкжейде бірақ қара жолақтары бар түстегі киімдегі жігіттер ол Маңғыстау облысының палуандары. Ал бірыңғай ашық көк түстегі бұл Павлодардың жігіттері. Міне Маңғыстау облысының палуандары назарларыңызда. Кіші шеңберде жатқан серкеге талас қайта басталып кетті. Ойын әдеп басталғаннан ақ Маңғыстаудың жігіттері есепті ашқанын көрдіңіздер. Қазір Павлодар облысының ойыншысы Қаныш Қазес Серкен тақымға басуға барын салғанымен Маңғыстау облысының жігіттері талас тармасып қазір Серкені ойын алаңының сыртына алып шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Ортадағы төреші Бейбіт Салмаевтың ысқырығымен қазір жекпе-жек басталуға тиісті. Ортадағы шеңберде жатқан серкеге қарагер мен боз айғырдың таласын көріп отырсыздар. Маңғыстау облысының жігіттері міне бірінші болып серкені тақымға басты. Тағы да сол Жасұлан Қуанышұлы болуға тиісті. Мінекей қараңыздар, жеке дара өзі шауып шығып келе жатқан сәті. Бұл тамаша салым.
Екінші салымда осы Жасұлан Қуанышұлына тиесілі. Жасұланның тақымына серке тисе, салым болмай қоймайды екен. Жалпы бұл жерде енді Павлодар облысының жігіттерінің осалдығы болса керекті. Қазір дәл осылай серкені алып шыққаннан кейін барлығы жан-жақтан қаумалап жабуға тиіс болады. Алайда павлодарлықтардың қорғанысынан бұл жолы қайыр болмады. Сол себепті де Маңғыстаудың жігіттері есепті еселеп кетті. 2-0. Міне қазір кіші шеңберде жатқан серкеге қайтадан талас басталды. Павлодарлықтар енді оянған секілді. Керекуден келген көкпаршылар қазір серкені өз тақымдарына басып алды. Әлде болса осы Павлодардың жігіттерінің тақымында жүр серке. Тартыс, таласты көріп отырсыздар ғой, қадірлі телекөрермен. Бұл жастардың баршасы да 18 жасқа дейінгі палуандар екенін айта кеткеніміз жөн. Міне қазір жапа тармағай тартыстың нәтижесінде серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Жалпы бұл жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты Шымкент қаласында өткен айта кетейік. Сонымен міне жекпе-жекте Болжат пен Павлодардың, Қарагер мен Маңғыстаудың жігіттері өзара бақ сынасып жатыр. Дәл осындай жекпе-жектің барысында Жасұлан Қуанышұлы бір салымды болған еді. Соны естен шығармау керек. Павлодарлықтарға барынша қорғаныста жақсы өнер көрсетуге тиісті. Міне қазір тағы да ашылып қалғанын көріп отырсыздар. Әрине бұл жерде Павлодардың болмаса Маңғыстаудың жеңіске жеткені біз үшін емес, әрқайсысы үшін, өздері үшін маңыздырақ екені түсінікті жағдай. Бұл жерде төрешілердің де, басқалай сырттағы кісілердің де бармақ басты көз қыстыға жол бермейтіні белгілі. Шын мықты жеңеді, өйткені ол елшілік чемпионат. Сол шын мықтының қайсысын анықтау үшін Павлодар мен Маңғыстаудың жігіттері ортаға шыққан еді. Әзірге жекпе-жекте осы жұптың арасынан Жасұлан бір салым айырмашылығымен алда тұр. Әлде болса басқа ойыншыларға ортадағы шеңберге кіруге болмайды. Міне қос палуан қайта келді. Жасұлан міне тағы да ентелеп серкенің түбінде жүр. Әдемілеп тұрып сираққа жабысты. Енді ары қарай тартып кету керек. Павлодарлық палуанда дәл осы жерде Жасұланның олжасына жабысып алғанын көріп отырсыздар. Бұл олжа кімге бұйырар екен? Әй шіркін ай, ешкімге де бұйырмай ойын алаңның сыртына шығып кететін секілді. Міне әттеген ай. Жасұлан Қуанышұлы бұл жерде атынан аударылып түсіп қалғанын көрдіңіздер. Қайталап көрінісінде байқайық. Ат серкеге сүрініп кеткен кезде құлаған екен. Бірақ аса бір айтарлықтай жарақат ала қоймаған секілді. Иә. Жасұланның ойынға қайта араласқанын көріп отырмыз. Серке ортадағы шеңберден шыққаннан кейін жерге түсіп қалған болатын. Әлде соған талас қызу тартыс жүріп жатқанын көріп отырмыз. Егер 1 минуттың ішінде жерден серке көтерілмейтін болса, онда ортадағы төреші ойынды тоқтатуға тиісті. Бірақ міне серкені Маңғыстаудың жігіттері алып кеткенін көрдіңіздер. Төрешіге сәл ғана кедергісін төреші жасау мүмкіндігі туған, бірақ дер кезінде Маңғыстаудың жігіттері алып кетті. Міне Павлодар облысының палуаны серкені өз тақымына басып алды. Қараңыздаршы, қорғаныста қалай өнер көрсетеді маңғыстаулықтар. Басып бара жатқан серкені қайырып тұрып жолынан тайдырып жіберді қазір қарсыластарынан. Міне қорғаныс дейтін осылай болуға тиісті. Әлде болса қалың доданың арасында жатыр серке.
осы ойынды тоқтата қалатындай уақытқа жақындағанда секілді. Бірақ Маңғыстаудың жігіттері қазір Серкені тақымға басқанымен төреші ойынды тоқтатты. Бірінші нөмірдегі Айдос Құрбан есімді Павлодар облысының палуанына сары қағазды көрсеткенін көріп отырсыздар. Бұл үлкен ескерту. Жоқ, кешіріңіздер, екінші нөмірдегі Қаныш Қазес екен. Қаранарға барып тұрды. Енді әрі қарай ойын басталады. Күтпеген жерден төреші жекпе-жек сайлапты. Негізінен ойын әрі қарай жалғаса беруі тиіс еді бұл жерде. Ережеге байланысты. Серке әлі қос команданың жігіттеріне де бұйырған жоқ. Жалпы жасөспірімдер туралы толықтай ақпаратты айту қиын, өйткені бұл жігіттердің көпшілігі ауыл арасында, той-томалақта, жаппай көкпарларда көзге түсіп жүрген азаматтар. Қарулы жігіттерді аттың үстінде еркін отыратындарын жинап осылай көкпар үйретіп алып келіп жатқан жайлары бар. Бұлар кәдімгі кәнігі болған біздің ұлттық құраманың ересектер арасында көкпаршылар сияқты емес, десек те тамаша өнер көрсетіп жатқан жайлар бар. Қазір міне маңғыстаулықтар жеке дара шығып кетті. Бұл таза салым болуға лайықты. Аят деген үзеңгіге қыстырылып қалғанын қараңызшы. Үзеңгіге қыстырылып қалды да Серке дәл мәре сызығының жиегіне тиіп қалды. Өкінішті қайтпесе, маңғыстаулықтар дәл осы жерде есепті еселеп кетуге мүмкіндігі болушы еді. Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатқаннан кейін ортада шеңберге Серке тасталып, жалпы командалық тартыс басталады. Маңғыстаудың жігіттері жалпы павлодарлықтарға бет қаратып жатқан жоқ. Өздеріңізде байқап отырған шығарсыздар. Серкені басып жатқан кім? Маңғыстау. Салынып салып жатқан кім? Маңғыстау. Жекпе-жекті алып жатқан кім? Маңғыстау. Ойын толықтай Маңғыстау облысының жігіттерінде болып тұр. Павлодарлықтарға сәлде болсын тәжірибе жетпей жатқан сияқты. Жалпы мектеп керек. Көкпардың мектебін қалыптастыру. Сонда мұндай емес, өте басқаша қарқындағы ойынды көрсетуші еді. Аят деген аттың басы қайтпай қалғанын көрдіңіздер. Міне қайым, басы қайым аттар осындайда қаншалықты қажет ететінін көріп отырсыздар. Мінекей тамаша шабуыл, бірақ тағы да Серке мәре сызығының жиегіне тиіп қалды. Демек, салым жоқ. Ортадағы шеңберде жалпы командалық тартыс қайта басталды. Одан қала берді, құрметті көрермен, жалпы көкпар ұлттық спорттың біреуі болғанымен де негізінен бұл тек қазаққа ғана тән емес. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Қырғызда да бар, өзбекте де бар, ауған тәжікіміз бар. Жалпы көшпенді халықтардың баршасында болған ойын. Аттың үстіне қонған әрбір ұлт дәл осы көкпармен шұғылданған өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді осы бір жерде мақтанатын дүние бар. Жалпы жасөспірімдер арасында, жастар арасында, ересектер арасында дәл осылай 3 деңгейге бөлініп, тек қазақ елінде ғана чемпионаттар өтеді. Қазақстанда ғана тұрақты чемпионаттар бар. Қырғыз мемлекетінде өздерінің 2-3 чемпионаттары бар, олардың баршасы да ересектер арасында турнирлер, чемпионаттар. Ал біздің Қазақстанда жастар арасында да, ересектер арасында, жасөспірімдер арасында да неше түрлі чемпионаттар, фестивальдер, халықаралық деңгейдегі турнирлердің өтіп жататын өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан бүгінгі таңда қазақ еліндегі ерекше көкпардың дамуы бұл осы тамырынан қалыптасып келе жатқан дүниенің ізгілікпен жалғасуында, қадірлі телегөрермендер. Ойынға қайта оралатын болсақ, Маңғыстаудың жігіттері міне Жасұлан Қуанышұлы аттан құлағанына қарамастан Серкені қайтадан тақымына басып, әдемі ойын көрсетіп келе жатыр. Міне тағы да бір шабуыл. Аят деген. Көрдіңіздер ғой, аттың тірсегіне қыстырылып қалды бұл жерде. Қос аттың тізесі келіп қосылған кезде Серкені қысып кетті. Әйтпесе Жасұлан Қуанышұлы әдемі тастаған еді. Енді ортада жалпы командалық тартыс болады. Ортадағы шеңберге Серке тасталады. Әрі қарай енді барша команданың, екі команданың 8 жігіт осы Серкені
жұлып кетуге тырысады. Доданың арасынан алып шығу әрине қиын, бірақ Маңғыстаудың жігіттеріне бұл ойында қиындық тудырып жатқан жоқ секілді. Тағы да осы күреңмен, қасқа күрең ғой деймін шатаспасақ. Торға да келеді екен. Серкені басып шыққан, бірақ жолда түсіріп алған екен. Тағы да Маңғыстаудың жігіттері Серкені көтеруге тырысқан. Озат пен Павлодардың жігіттері де осы маңдан табылып жүр. Қараңыздар, қалай жерде қозғалады. Аттың үстінде отырған ұмытып кеткендей тіпті. Міне Маңғыстаудың палуандары тағы да Серкені жұлып алып шықты. Жанболат Исабаев болатын бұл Серкені алып шыққан. Ал Жанболатқа бүкіл маңғыстаулықтар тақым қысып сенім артып отқаны белгілі. Деген ай сәл ғана ерте. Міне ары қарай ойынды жалғастыра беруге болады. Төрешінің ысқырығы жоқ. Маңғыстаулықтар бұл жола Серкені айналдырып әкеліп тастау керек. Темір Ботбай. Төреші өзі кешіп келді. Міне тамаша ойынды да тоқтатып тастаған көріп отырсыздар. Темір Ботбай қарғай жалғастыра беруге болушы еді. Бұл жерде Серке мәресізігінің жиегіне тиіп жатпаған да. Қайтеміз енді, ортада төрешінің айтқан заң. Тағы да талас басталды. Серке әлі де болса ат тұяғының астында жаншылып қалды. Төрешінің ысқырығы естілгенін өздеріңіз де көріп отырсыздар. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке Павлодардың Бозайғыр мен Қарт Каспийден келген қарагер шыға ма екен, әлде жігіттер ат ауыстырып келе ме? Ай, сол Ақбозат қайта шығатын секілді. Қос Ақбозат шыққан екен, екі тараптан да. Ердос Бейман шыққан екен. Және оның қарсыласы Хасан Нұрғожинов. Ердос Бейман Серкенің маңын бермей жүр. Бірақ әзірге алар емес. Осылайша жекпе-жек аяқталмай жатып, бірінші кезең өз мәресіне жетті. Алғашқы 20 минут аяқталды. 2-0 есебімен маңғыстаулықтар алда. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік. Эфирде Көкпар бағдарламасы. Бұл ойында Көкпардан жасөспірімдер арасындағы 6-шы Қазақстан Республикасының чемпионатындағы іріктеу кезеңдері Павлодар облысының жасөспірімдер құрамасы мен Маңғыстау облысының жасөспірімдер құрамасы өзара бақ сынап жатқан жайы бар.
Міне қазір Серкені кішеңберде жатқан ары бері жұлқа тартып Маңғыстау мен Павлодардың жігіттері өзара бөлісе алмай жатқанның куәсі болып отырмыз. Қазір Павлодар облысының жігіттері Серкені жерден көтергенмен маңғыстаулықтар 13 нөмірдегі Жанболат Исабаев бұл жолы Серкені жерден көтеріп алған екен. Қазір командалық әріптесіне ұзатқан секілді ме? Міне талас тартыс басталды. Өздеріңіз байқағандарыңыздай Маңғыстау облысының жігіттері Серкені қазір өз командаласының тақымына салып бергенін көрдік. Жанболаттан кейін Серке Жасұлан Қуанышұлына тиген екен. Жалпы алғашқы қос салымды салған осы Жасұлан Қуанышұлы екен айта кеткен жөн. Тағы да басқа командаласына ауыстырды. Ақжол Әнуардың тақымында Серке Жасұлан алып жүріп көрді, Жанболат алып жүріп көрді. Енді Ақжолдың тақымында маңғыстаулықтардың баршасы да Ақжол Әнуарға Ақжол тілеп отқаны белгілі. Жекедері шауып шығып кетті. Міне күреңнің жылдамдығын көріп отырсыздар. Қалай болар екен? Қалың доданың арасынан қаптап өткенде Ақжол Әнуар салымды болды. Төрешінің атының жүрісі жайма шабан ат бекен әлде солай жүре ме әйтеуір. Жетем дегенше баршасы да тақым қысып отыр деді. Ақжол Әнуар жарайсыңнан басқа айтар жоқ. 1999 жыл туған, астындағы тұлпарын бес қасқа деп атап. Қараңыздаршы қайталап көріністен. Доданың арасына шығып тұрып тастаған кезде Серке мәре сызығының жиегінде қалды. Және мәре сызығына жетпеді. Яғни тимей жатты. Осылайша салым Маңғыстауға есепте еселеуіне мүмкіндік аштырды. 3-0. Ойын бірінші кезеңде жалғасатын болса, онда Павлодарлықтар да маңғыстаулықтар да осымен тоқтайтын секілді. Төрешінің ыстырғы естілген екен. Ортада жекпе-жек сайысы болуға тиісті. Бірінші кезеңнің басындағыдай сол бозбен қарагер қайта шығыпты. Маңғыстаудың жігіттері Жасұлан Қуанышұлы болса керекті мынау. Бірінші нөмірдегі команданың капитаны расымен де командасын алға сүйреп жүр. Жасұланның орнын басқан бұл жолы Ерлан Дүйсенбай екен, қадірлі телекөрермен. Ерлан Дүйсенбай Серкені жерден көтергенмен Павлодар облысының палуаны қолдан жұлып ал. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деген осы шығар. Жан-жақтан қаумалап қағып атпен ойын алаңның сыртына шығарып жіберуге тырысып ақ бағуда. Дегенмен Павлодардың жігіттері сасар емес. Міне аттың тізгінін кері бұрып қазір артқа қарай жүргізіп тіпті. Сауырдан қамшыны басу керек, мойыннан емес. Әй әт деген. Серке түсіп қалды. Енді тартыс ары қарай. Тағы да сол Павлодардың жігіттері Серкені тақымға басқан. Міне Павлодар облысының палуаны қарагермен атқып алға ұмтылғанын көрдіңіздер. Бұл қалай болар екен? Өзінің туы тігілген мәренің арғы бұрыш екенін өздеріңізде жақсы біліп отырсыздар. Сонымен айналдырып қуалап қазір атты. Қаншама қарсыласының жанынан өте шыққанын көріп отырсыздар. Тізгінді қазір ішке қарай алу керек. Әйтпесе маңғыстаулықтардың қорғанысының астында қалады.
Өздері бір жалғыз шабуыл ұйымдастырып еді Аят деген Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Өкінішті ақ. Енді ортадағы шеңберге тасталған Серкеге екі команданың барша жігіттері де таласып бағады. Жасұлан Қуанышұлы Серкеге бірінші болып жетуге барын салуда. Маңғыстаудың капитаны атты қалай ойнатады көрдіңіздер ғой. Ортаны бермей Серкенің айналасынан шығармай керемет өнер көрсетуде. Дегенмен де Павлодардың палуаны Серкені жерден көтерген. Жасұлан ортадан кеп жармасқанымен екеуінің де қолдарын үзіп кетті қазір. Осылайша Серке жерде қалды. Осындай тартысты бәсекеде жерде жататын Серке бар ма шіркін? Екі команданың жігіттері де қайта-қайта кеп жан-жақтан қаумалап Серкеге жармасқанымен ат тұяғының астынан жаншылып әлі де көтерілер емес, ешкімнің тақымына түсер емес. Серке жерден көтерілмегеннен кейін төреші ойынды тоқтатуға мәжбүр. Ортада қайтадан жекпе-жек сайыс болады. Жасұлан Қуанышұлы бұл жолы Серкені жерден көтеріп алған. Бұл жерде де төреші аса бір қатты мұқият қарамаған секілді, өйткені жекпе-жек аяқталмай жатып ортадағы шеңберге кіріп кеткен ойыншылар болды. Серке әлде болса ойын алаңның ішінде бәсекенің көркін қыздыратын керемет бір палуанда әзірге ауыз толтырып айту қиынға соғып тұр. Десек те осы олқылықтың орнын толтыруға міне Маңғыстаудың палуаны шауып бара жатқан секілді әдемі шабуыл, жеке дара шықты. Аят деген Әрі қарай ойынды жалғастыра беруге болады. Маңғыстау облысының жігіттері дәл қазір Серкені алып ары қарай мәренің ішіне қарай тастап жүруге толықтай мүмкіндік бар еді ғой. Тамаша мүмкіндіктен айырылып қалды. Енді ойын алаңның сыртында ортадағы жекпе-жек. Ортада жекпе-жек деген сөз ойын қайта басталады деген сөз ғой енді. Ортадағы төреші Бейбіт Салмаевтың пәрменімен ойын ары қарай басталды. Ортадағы жекпе-жекте Маңғыстаудың палуаны Серкені жерден көтеріп шыққанымен де соңына дейін шабуылды жалғастырып алып кете алмаған көріп отырмыз. Жерде жатқан Серкеге таласы әлі де болса қызу жүріп жатыр. Жерден көтерілгенмен әзірге нақты бір палуанның тақымына түскен жоқ. Осы бойы ойын алаңның сыртына шығып кететін секілді. Кімнің тақымында қалар екен? Маңғыстаудың жігіттері Серкені жерден көтергенмен көрдіңіздер ғой, қандай қорғаныс. Енді ортадағы мәре сызығына тастай бергені сол еді. Маңғыстаудың жігіттері жолдан кеп Серкені жұлып кетті. Ойын алаңның сыртында Жасұлан Қуанышұлы қазір Серкені кеп ортадағы шеңберге қайта тастайды. Осылайша
ортадағы шеңберден жекпе-жек сайысынан ойын қайта басталмақ. Жерде жатқан Серкеге талас әлде болсын толастар емес. Серкеге бірінші болып жеткен әзірге палуан жоқ. Төрешінің ысқырығы да естілді. Жерден көтере алмағаннан кейін қос команданың жігіттері де ортада жекпе-жек болады. Сол жекпе-жекте екі команданың жігіттері барын салуға тиісті. Бәсекенің екінші кезеңінде аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. Міне қазір Павлодардың жігіттері Серкен тақымға басқан. Қарагермен шауып Павлодарлық палуан кетті. Мәре сызығына жақындаған тұста маңғыстаулықтардың қорғанысын қандай болған көрдіңіздер ғой. Осының нәтижесінде бұл шабуылда нәтижесі аяқталып отыр. Ортада қайтадан енді жекпе-жек сайысы өтуге тиісті. Міне жекпе-жекке Ақбозатқа бұл жолы қарагер емес күрең шыққан екен. Сол күреңнің жүгенін тізгінін айналдырып отырып қазір Серкені тақымға басып кетуге барын салған маңғыстаулық балуан десек те Серке әлде болса ортада, және бұл Серкеге иелік ететін Павлодар облысының жігіттері. Әлде болса Серке осы біреуінің тақымына нақты түспей жатыр. Нәтижесінде ойын алаңның сыртына шығып кеткен жайы бар. Жекпе-жекке сол бозат қайта шыққан екен. Павлодардың жалпы бір ғана жекпе-жек аты бар секілді. Айналып кеп, топқа кеп қоса береді. Ол жануар байқұста біраз шаршаған сыңайлы. Сырт көзге де көрініп тұр. Міне қазір Павлодарлықтар соңғы бір шабуылдарын ұйымдастыруға бекінген, бірақ Серке ойынның барысында дәл мәренің ішіне түсе қоймады. Сыртында жатыр, әлде болса жалғастыруға болады. Сәл ғана қол жалғап жіберсе болды, былайша айтқан кезде. Серке топ етіп мәренің ортасына түсейін деп тұр. Павлодарлықтар үлгермейтін секілді. Маңғыстаулықтардың қорғанысы қатты, байқасаңыздар. Серкеге қанша еңкейгенмен де Павлодарлықтар ешқандай нәтиже шығара алмады. Нәтижесінде төрешінің ысқырығы да естілді.
Серке жерден көтерілмегенден кейін 1 минуттың ішінде жекпе-жекке шығарған екен. Бәсекенің аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ, сондықтан бұл соңғы жекпе-жек болуы да мүмкін. Қосақ бозат қайта шығып, міне кім мықтыны анықтап жатқан жайы бар. Әзірге Серкенің маңын бермей тұрған Павлодардың тұлпары, маңғыстаулықтар да қарсы қалысар емес. Аттың алқымымен қайта-қайта қағып, бірақ аса бір бұл ойын барысында тартысты сәттерге куә болдық деп айту расымен де қиындау. Десек те әр команда өздерінің шама шарқы жеткенше ойын өрнегін көрсетті. Екі командаға берілген 40 минут осылайша өз мәресіне жетті. 3-0 есебімен Маңғыстау облысының жігіттері жеңіске жетіп отыр. Маңғыстаулықтарды дәл осы жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір аптада көкпар бағдарламасында қайта қауышқанша дейміз. Аман сау болыңыздар.